Сәлем баршаңызға. Бүгін кәдімгі үй жағдайында жасалып жүрген, барлығымыз жасай алатын мантының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын, бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші мантының қамырын дайындап қоямыз. Жылы суға тұз қосып, бірден ұнды қосып, қамырымызды илей береміз. Мантының қамырына жұмыртқа қосу міндетті емес. Қамырдың иін қандырып, әбден илеп, және де мантының қамырын жұмсақ емес, қаттылау қылып илеген дұрыс. Себебі қамырды жайған кезде қамырымыз созылып, бір-біріне жабысып, қиындық туғызуы мүмкін. Мінекей осылай әбден иін қандырып илейміз. Дайын қамырды пакетке салып, 10-15 минутқа жұмсартуға қоямыз. Енді мантымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жуаны ұсақтап турап аламыз. Мен туралған жуаны қолмен езіп, бойындағы согын шығардым. Үстіне фаршын салдым. Сонымен қатар 2 түйір сарымсақ ұсақтап турап саламыз. Және де қойдың құйрық майынан азғантай бөлігін салып, оны да ұсақтап турап саламыз. Қойдың құйрық майы мантыға ерекше дәм береді. Енді қоспаларын қосып болдық. Тұз бен бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Және де азғантай мөлшерде су құямын. Өйткені фаршымыз құрғақ болып, тығыз болмау үшін. Салмамыз дайын, енді қамырымызды жаямыз. Мен 2 күлшеге бөліп аламын. Бір келкі етіп, өте жұқа қылмай, қалыңдығын барлығын бір келкі қылып жайып шығамыз. Неке қамырымызды жайып болдық. Енді жиектеріндегі артық жерлерін алып тастап, төртбұрыштап кесіп шығамыз. Барлығына салмамызды бірдей етіп салып аламыз. Содан кейін мантымызды бүре бастаймыз. Мен барлығымызға белгілі қарапайым тәсілмен бүріп шығамын. Мантылардың барлығын бүріп болды. Енді мантымызды қайнап тұрған суға 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей достар, мантымыз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаса, жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Келесі кездескенше.